Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тойымды тағам рецептісімен бөлісемін. Барлық керек ингредиенттерді толық видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен бір дана жуаны видеодағыдай майдалап турап шығамыз. Содан соң 2 дана сарымсағымызды да майдалап турап шығуымыз қажет. Енді осындай үлкендеу ыдысымызға тауығымызды салып, үстіне майдалап тураланған жуан мен сарымсағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Және де тауық етіне арналған дәмдеуішті қосуға кеңес беремін. Барлығын қосып болған соң жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Бұл рецептте мен бір құпия ингредиентті қосамын. Қазір толық ол туралы айтамын, сондықтан видеоны соңына дейін жақсылап қарауыңызды сұраймын. Тауығымызды 1 жарты сағатқа маринадтауға қалдырамыз. Енді табамызға майымызды құямыз. Осы орайда айтамын, құпия ингредиент бұл бізде шекер. 2 ас қасық шекер салып, шекер толық ергенше осылай маймен бірге қыздырып аламыз. Шекерді неге қосамыз? Өйткені тауығымыз өте дәмді болып шығады, және де түсі орысша айтқанда карамелизированный тауық болып шығады. Сондықтан шекерді осылай маймен қыздырып алдын ала жасасаңыздар, тауығыңыз осындай әдемі түсте және дәмі де өте күшті болып піседі. Сондықтан дәл осы видеодағыдай жасап, менің рецептімен пісіріп көруге кеңес беремін. Енді 2 жағынан тауығымызды осылай қуырып, үстіне ыссы суымызды құйып, баяу отта 20-25 минут бұқтырып, толық піскенше пісіреміз. Бұл тағамның қасына қалауынша өзіңізге ұнайтын гарнир дайындасаңыздар болады. Мен осылай пюремен ұсындым, өте дәмді болып шықты. Қараңыздаршы, түсі қандай әдемі болып шығады, осындай қоңыр, еті өте нәзік болып шығады. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Каналға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар.